Мой любимый динозавр. Импресс Род представляет Little Monster Production. Мэтт Драмонттың фильмі. Продюсерлер Мэтт Драмонт пен Меган Уильямс. Джордан Дюлей, Аннабель Вульф, Харрисон Саундерс, Скотт Ирвин, Бет Чемпен, Крис Кабарди, Роланд Холмс, Том Руни, Джек Марс, Сэм Винспер Шиллингс. Композитор Крис Рай. Брайтфудқа хош келдіңіздер. Халық саны 11.916 адам. Осы семестрде әрқайсысын ғылыми жобаласың. Алған тақырыптарыңды бірге отыратын сыныптастарыңмен жұптасып істейсіңдер. Джейк Эмери, 7-ші сынып. Еркін тақырыпқа ғылыми жоба. Кездескенше серіктес. Бұл жердегі тіршілікті өзге ғаламшарлықтар жасағанын дәлелдейді. Неліктен жер? Неге Марс немесе Сатурн емес? Тіршілік аймағы болғандықтан. Және сталкерлер. Сәлем жігіттер. Сәлем. Доллар бересің. Қараңдар жігіттер, қайтадан өзге ғаламшарлықтар. Википедияны оқып отырсың ба, Чарльз? Тағда ма? Одан да оны қоғымпедия десей. Жарай, дұрыстап ойланып көрейік. Мысал, бүкіл ғаламшарды аралап жүре алатын тіршілік иелері бар дейік. Бірақ олар Брайтфудта не істейді? Біздің қауіпсіз екенімізге көз жеткізу үшін. Қауіпсіз дейсің бе? Олардың кеңістік аралық немесе варп қозғалыштары бар ғой. Иә, ал бізде сенің анаңның микроавтобусы. Қайда қауіпті айтасың? Қолыңды тарт, ақымақ. Чипсы қайда, Эйнштейн? Тиіспе. Бұл Wi-Fi күшейткіш, есуас. Мәссаған, супер. Ал мынаны күшейтуге бола ма? Сен нағыз ботаниксің. Қалалық жәрменке болмайды. Сенің шеберлігің керек. Екі қойыпты. Қалай ауыстырайын енді, а? Білмейм, 4 минуспен қоя сал. Бұларың не? Жабық па? Ту, шаршадым бұл қаладан. Қатерлісікпен ауырады дейді. Кім? Поли ме? Бір бала ауырып қалып, бүкіл отбасы өліп қалды дейді. Олардың үсті басын жара басып кетіпті. Ей, саған не болды? Кешір. Оны сағынып жүрсің бе? Кешірші. Ей, Майки, қара! Жар мен әлем! Майкл Эмери, қашпай-ақ қой. Алан Фарадей, әлемді стрит-арттың зұлымынан құтқаруға келдің бе? 3-ші рет, Майк. 3-ші заң бұзушылық. Келсем, жеңілдім. Мені тұтқындаш. Көлікке бар. Мені тұтқындайсың ба? Үйіңе апарып тастаймын. Апаңды ренжітудің қажет жоқ. Біз Дженниферді өте жақсы көреміз. Иә? Сенің анаң жақсы адам.
Қайырлы таң, Дорис. Миссис Мэтчер, халыңыз қалай? О, дәрігер, өліп барам. Өлімге жақындадым, ол ақиқат. Жай ғана кофеин мен полуфабрикаттарды азырақ тұтыныңыз. Қатерлі ісік емес пе? Жоқ, Мэтчер ханым, бас ауруыңыз қайтадан бастады. Мен сізді офтальмологқа жіберем. Бас ауруы? Дәрігер, рахмет сізге. Сіз кәрі әйелді қалай тыныштандыру керегін білесіз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сіздің жангеріңіз пайда болыпты ғой. Дженнифер, жаңалық бар. Бізге бір адамды жібереді. Әйтеуір байқады ғой бізді. 2 жыл өтті. Бұл басы ғана. Ғалым сенбілік қала жиналысында болады. Барлығы жақсы ма? Иә. Үй жалға беріледі. Майк, жақсылығың болсын. Анау Джонаспен араласпаш. Одан да сен жақсылық жаса. Менің анама қырындамай жүр. Джекидің құрбысы пайда болған ба? Қайтадан полиция шығарып салды ма? Тамаша. Жіберш, доғарш. Неге сондай ақмақсың? Алмаған ұнайды. Алан. Сәлем, Дженнифер. Қандай керемет досыңсың. Өкінішке орай мен шаруамен келіп тұрмын. Қайтадан Майк. Жоқ, мен оған ескерту ғана жасадым. Рахмет. Алғыс айту ерте. Мен балаларды түрмеден қорғауға тырысып жүрмін. Бірақ Майк өз соны қалайтын сияқты. Жарайды, оны мен өзім сөйлесем. Иә. Біз тағы кездесеміз ғой. Иә, қуана. Линей жүйесі бойынша теңіз жануарларының классификациясы. Джейк, бері келші балам. Бұл не? Білмейсің бе? Менің бағаларым. Өткен аптада көрсетіп едім ғой. Қызық екен. Ал мынаны мен поштадан алдым. Бұл Чарльздың туындысы, солай ма? Мойындау керек, дарыны бар екен. Ал сен жазаңдалы. Түсіндің бе? Түсіндім. Оның дұрыс, жігітім. 1 аптаға. Егер қиындық болса, сен Чарльздан көмек сұраудың орнына маған айт. Мен де оны сағындым. Кешір, анашым. Майкқа көрсетпе. Әкеңнің заттар емес пе?
Ақымақ. Бұларың не жігіттер? Біз орманға кеттік. Жүр бізбен. Апама шын табелді жіберіпті. Я, ол не деді? Олар екі түрлі ме? Ол маған ашуланды. Мен жазаландым. Менің ақпаратшым координаттар растады. Оларды сол жерден көріпті. Солай айтыла ма? Анау чаттағы адам. Чарльз, саған жазаланам деп айтып тұрмын ғой. Аузыңды жапшы, Макс. Естідім. Бірақ менің жоспарым бар. Сол жаққа барып көріп келеміз. Кейін дереу ораламыз. 1 сағаттың ішінде. Алдап жатпаса ше. Біз байып кетеміз ғой. Интернетте байып кетуге болмайды. Анау шведтің геймері байып кетті ғой. Анам біліп қойса мен құрыдым. Онда тезірек түс. Барып келейік те. 1 сағатқа ғана ма? Одан көп емес. Жарайды, кеттік. Біз оның қай жеріне барамыз? Мұнда. Сәлем, Джей. Сәлем. Не істеп жатырсың? Сәлем. Жігіттер, бұл Эбби. Сәлем. Біз орманға кеттік. Керемет, мен де барсам бола ма? Солай шығар. Жоқ, болмайды. Иә, неге олай? Ол қауіпті, мысалы, кір боласың. Маған ұнайды. Велосипедімді шығарайын. Мен қыздарды түсінбеймін. Басқа әлемнен келгендей. Шолпаннан әсіресе әдемілері. Біздің адам сияқты. Иә, онда тездетсін. Дайынсың ба? Кеттік. Тез болыңдар. Ол не іздеп жүр? НЛО. Чарльз, әлі ұзақ жүреміз бе? Сен 1 сағат деп едің ғой, ал қазір жарты сағат өтті. Бұл қорқынышты екен. Бұжықтар бізді ұрлап кетсе ше, а? Өзің қобжық ақымақ. Олар өзге қаламнан келген. Ей, анасының аты Марианна деген. Марсиандықты қалай атайды? Марианин дей ме? Сындыңдер ме? Ри. $1 бересің. $1 бересің. Біз бұны өзіміз ойлап таптық. Әрбір жаман әзілге айып бұл $1. Қарсы 100-ден асып кетті. Халайық, мен таптым. Дилан, камераңды шығар. Құрылғыларды тексердің бе? Ештеңені жіберіп алмайық. Уайымдамаш сен, істеп тұр. Компьютерімді түсіріп алдым. Фуй! Бұл не тағы? Қара! Мәссаған, қандай әдемі? Бұл әрдайым жанып тұра ма? Капиллярлық әсер. Бәлкім тиіспей ақ қоярсың. Кейін мектепте зерттейміз. Ал улы болса ше. Чарльз, ештеңеге тиіспе, қуаты бір қолдан оғана жетеді. Бірдет? Басқа жоқ. Ол әрдайым сондай ма? Чарльз ба? Әңгіме НЛО жайлы болса, иә. Бұл не тағы? Әзірше білмеймін. Түрлі, иә. Макс! Тамақ қайда? Макс! Таптым! Ақымақ. Ақымақ! Бұл мына жерде саналы тіршіліктің жоқ екенін дәлелдейді. Сен үлкен қиындыққа тап болдың, жігітім. Джейк, саған Эбби келді. Сендерге ғылыми жоба істеу керек дейді. Мені жазалаған сияқты дедіңіз ғой. Иә, сол себепті демалыс уақытында сабақ оқу. Көп рахмет, Эмери ханым. Жобаны тапсыратын уақыт. Одан да мынаған қара. Бұл не үшін? Қара.
Көріп тұрсың ба? Жоқ, көріп тұрған жоқпын. Мәссаған! Бұл не тағы? Білмеймін. Мәліметті мас. Химиялық анализ жасау керек. Не керек? Сәлем, әке. Жақсы. Жарайды. Маған кету керек. Өзің жалғастырасың ба? Мен ештеңе түсінбеймін. Түсінесің, менің жазбаларымды оқы. Менің кішкентай командама биіктікті бағындыруға болады. Махаббатпен әкең. Сәлем, жігіттер. Мен ұсталып қалдым. Жігіттер, күшті болды. Мен фрапучиноны фри картобымен араластырдым. Дәмі вафли сияқты. Иә, айғайламаш. Ғаламтордағы адамдар сендер тапқандай бір жарқыраған зат туралы айтып жатыр екен. Бәлкім диодтар жайлы шығар, немесе оптаталшық. Бір нәрсе біледі екенсің, ұста мырза. Ол нәрсені әскерилер іздеп жүр дейді. Оны өте құпия зат деп жатыр. Бәлкім тылсым күш беретін шығар. Кетуім керек, жігіттер. Жындысың ба? Әкемнің бөлмесіне барғанды қой. Ол оны екеумізге де сыйлаған. Ал мынау не? Қызыңның басын айналдыратын сосын ба? Ол менің қызым емес, тиіспе. Қойшы, Джейки. Одан да нағыз химиямен айналысайық. Тоқта, Отыры ғой. Тоғыр дейм. Үнемі ақмақтың қылығын істейсің. Тыныш. Дөрекі болма. Менің бөлмемнен шық. Ашуланба, Ромео. Өз сусыныңды жасай бер. Мәссаған! Сен кімсің өзі? Қорқпа, кел мұнда. Қорқпа, кел. Міне. Магнезия. Магний. Магнус. Магнус, міне сенің атың.
балақай, өте қуаныштымын. Кел мұнда, қорықпа, кел. Джейк, тұр дейм. Бұл не масқара? Неге түсінбейсіңдер? Қоқыстың арасында тұрамыз деп ойлайсыңдар ма? Мені естіп тұрсың ба өзің? Қайтып келген соң барлығын жинап қой. Жарайды, кешір. Тез кейін. Менімен бірге қалалық жиналысқа барасың. Сен қайдасың? Жай ғана түс болды ма? Джейк! Мен кешігіп жатырмын. 1 минут. Тездет, Джейк! Тыныш. Тез бол деймін. Отыр. Жоқ. Отыр. Қорықпа, мен қайтып келем. Джейк! Келе жатырмын. Джейк, тездетсеңші. Апа, менің мазам болмай тұрған сияқты. 5 минут бұрын дұрыс болып еді ғой. Білем, дәл қазір нашарлап кетті. Бәлкім үйде қалармын. Оның үстіне мен жазаландым ғой. Мен саған барасың дедім. Қане отыр, бол. Анашым! Отыр дедім. Бұның не тағы? Тоқта апа, өзім түсіндірем. Сен қайда кеттің? Сен мен әлі сөйлесем, жігітім. Брейтвуд әкімдігі. Бәріне қайырлы таң. Мен қоршаған орта күзеті агенттігінде эпидемиолог болып жұмыс істеймін. Бізге Брейтвудта болуы мүмкін ауру ошағымен айналысу бұйырылды. Өтінем, сіздерге жауап керек екендігін мен түсінем. Мен де сол үшін келдім. Бірнеше күн бұрын Уилл екеуміз балық аулауға барған едік. Және біз бір нәрсе ұстап алдық. Құбыжықта. Ханымдар мен мырзалар, менің атым полковник Даглас Родерик. Мен Форт Брейтвудтың қолбасшысымын. Әскері осында келді. Олар сіздерді қорғайтын болады. Біз Ауоспен серіктестік жасаймыз. Ал НЛО ше? Я, НЛО, оларды көрдік. Оны не істейміз? Брейвуд тұрғындары, қиял деген тамаша. Оны айтпай-ақ қояйық.
Біреулер қиял ғажайып қожықтарға сенгісі келеді. Ол қиял ғажайып емес, мырза. Оны өзімізбен бірге алып келдік. Міне, көріп тұрсыздар ма? Міне ол. Иә, Мырзалар, ол кәдімгі балық. балық? Өзің балықсың. Ол шегіртке сияқты секіріп, әр минут түстерін ауыстырып тұрды. Бұл деген сұмдық қой. Иә, сұмдық. Мен ол жануарды жеке зерттеуім керек. Әрине, доктор. Алло, қайда бұларыңыз не? Мен оны eBay'де сатқым келіп еді. eBay'де ұқсас нәрсе көрсеңіздер, қоңырау шалыңыздар. Сәлем, Эбби. Әке, сәлеметсіз бе, Эмери ханым? Сәлем, Джейк. Доктор Тенси, мен Дженнифер Эмеримін, клиникадан. Біз көршіміз. Сіздің келгеніңізге сондай қуаныштым. Сәлеметсіз бе, Дженнифер, кейінірек сөйлесейік. Кетуім керек. Бөлмең жарқырап тұрсын. Магнус. Ол мазақ қылып тұрма? Майкл Эмери, бұл үй емес, қылмыс орны ғой. Қайда барамыз? Олар анау бір түрлі балықты алып кетті. Неге? Мен де білгім келеді. Әке! Көлікте қал. Кіруге тыйым салынған. Доктор Тенси, Полковник, адасып қалдыңыз ба? Сізге көмек керек пе? менің ойымша бір-бірімізді түсінген жоқпыз. Маған анау жануар керек. Жануар? Кешіріңіз, доктор. Дәлірек айта аласыз ба? АОС 94-ші жылғы актіне байланысты мен... Доктор, мен сіздің барлық құқықтарыңыз жайлы білем. Әскер кез келген ресми сұраныс бойынша серіктестікке толығымен дайын. Ізгі құрметпен, полковник. Бұл ресми сұраныс. Өтінем, жануарды беріңіз. Абай болыңыз, доктор. Құдай сақтасын. Бір нәрсе болып қалса, сізге немесе қызыңызға Брейтфуд деген бір түрлі орын. Найзағай болатын сияқты, Фред. Не боп жатыр? Әке, Телефоныңды әкел. не үшін? Эбби, телефоныңды бер. Әке! Эбигейл, ешқашан геолокация қызметтерін өшірме. Және әрдайым телефоныңды өзіңмен бірге алып жүр. Әке! Эбби, уәде бер. Жарайды, уәде берем. Әке, айтшы енді, не боп жатыр? Білмеймін. Бір анық білетінім, анау нәрсе ешқандай да балық емес. Тамақ беру немесе жарайсың деген дауыс командалары арқылы жануар сіздің риза екеніңізді түсінеді. О, жоқ. Қоп! Джейк, сәлем, суретін қайда? Камерам өліп қалды. Жарайды, біз орманға қайтып барғалы жатырмыз, кеттік бізбен. Доғар! Досым, не болды? Сабыр сақтасаңшы. Чарльз, мен сөйлесе алмайым. Қап! Сәлем. Не болды? Ормандағы шырышпен ғылыми жобамыз қалай? Мен бос емеспін. Бәрі жақсы ма? Я, бәрі дұрыс. Ол не? Нені айтасың? Үйіңде бір нәрсе көрсетті ғой, соны айтам. Ештеңе. Бос емеспін, сау бол.
Джейк! Ей! Джейк! Не үшін келдің? Не болып жатыр? Ешкімге айтпайым деп ант ет. Не жайлы? Ант бер. Тыңдашы мен, ант бер. Жарайды, ант етем. Қорықпа, ол тістемейді. Мәссаған. Бұл не? Бәрі бұлай болды. Біздің ғылыми жоба есіңде ғой, я? Мен химиялық анализ жасап жатқанда бір нәрсе болды. Бір нәрсе болды? Мұнаны айтасың ба? Әкеме көрсету керек. Жоқ, ешқашан. Джейк, жоқ. Ол жайлы айтуға болмайды. Әйтпесе оған тәжірибе жасайды. Оның не екенін білмейсің ғой. Ол қауіпті болса ше. Қараш өзіне. Ол қауіпті бола ала ма? Қызық екен. Ал енді досым, біздің ғылыми жобамыз сен болатын сияқтысың. Жүз жетінші Фаради диспетчерге. Тыңдап тұрмын, 107-ші. Бұзып басып кіру арызымен шықтым. Қоймалар аздап қиратылған. Бірнеше терезе сынған, көліктер зақымданған. Балалар сияқты. Қабылданды. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, мырзалар. Әскерилер мұнда не үшін келді? Бұл іспен өзіміз айналысамыз. Бұл әскердің құзыретіне жатпайды ғой. Түсіндіресіздер ме? Әрине. Тыңдаңыз, капитан, мен қызметтемін. Полковникпін. Түсінбедім. Мен полковникпін. Және бұл іспен өзіміз айналысамыз. Офицер. Фарадей. Фарадей. Жақсы жұмыс істейді екенсіз. 107-ші диспетчерге. Бізді әскери операциялар жайында ескертіп бет. Ондай мәлімет болған жоқ. Қызық екен. Мені жаңа ғана нысаннан әскери полковник алып тастады. Дәл қазір бұйрық келді. Тоқтатып, нысаннан кету керек. Кету дейсіз бе? Дәл солай. Түсіндім. Байланыс аяқталды. Шамдарды өшір. Анам қайда? Жұмыста шығар. Оны қайтесің. Демалыс қой. Қап.
Анам ашуланатын болды ғой. Бұл кімнен? Фарадейден. Сені жазалап еді ғой. Айтсаң таяқ жейсің. Дұғар! Сау бол. Сәлем. Мәссаған өсіп қалыпты ғой. Жоқ, қатты өсіп кетіпті. Оның не екенін түсінсем бұйырмасын. Менде теңіз жануарлары жайлы кітап бар. Бұл қай балықты ұстағанымызды түсінуге арналған әкемнің сыйлығы. Ол балық емес шығар. Я, бірақ балықшылар ұстап алған нәрсе Магнусқа ұқсайды. Және ол түсін ауыстыратын сияқты. Осыдан бастайық. Ей, оның не? Отыр! Отыр! Ей, доғар дейм! Биологиялық қауіпті. Сәлеметсіз бе? Бұл Фред Тенси. Мені агент Мартинеспен байланыстырыңыз. Қайда? Оған мені Брейтвудтан бір нәрсе таптырып айтыңыз. Фред, бұл Дженнифер Эмери. Маған дереу қоңырау шалыңыз. Фред? Жоқ, бұл Алан ғой. Мен кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ, оның не? Мүлде жоқ. Барлық жақсы ма? Майк бұзықтық жасаған жоқ па? Жоқ, уайымдама. Жарайды. Қазір маған оның қажеті жоқ. Ал кешкі ас ше? Ертең кешке. Жетілердің шамасында. Иә, ол болады. Суреттер не үшін керек? Білмейм, жай әкем жайлы естеліктер. Ештеңенің өзгергенін қаламайым. Ал қалған сипаттамалар ше? Бәлкім бүркемелеу жайлы іздеріңіз. Кешір. Джейк, оған бір нәрсе болды. Джейк, айтуға ұмытып кетіппін ғой. Нені айтуға? Ол жарты метрге өсті ғой, Джейк. Бергел, Магнус. Джейк, ол жайлы қалайша айтпадың маған? Оның бойы қанша? Қараш,
1:35. Ол тым үлкен болып кетеді. Сол кезде қиын болады. Бұны әкеме айтайық. Жоқ, болмайды. Ант еттің ғой, Джейк. Осылай бола берсе, ертең үйге сыймай кетеді ғой. Оны басқа жерге апарам, гаражға мысалы, сонымен болды. Қара, досым. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Жігіттер, уайымдамаңдар, барлығы жақсы болады. Ол шабуылдамайды. Мәс, саған бұл құбыжық қой, басқа әлемнен келген. Ешқандай құбыжық емес. Отыр. Мысық қаптан шығып кеткен сияқты. Ол мысыққа онша ұқсамайды. Оған да ұқсамайды. Бұл нақышты сөз ғой. Жігіттер, барлығы дұрыс. Бұл Магнус. Оның аты да бар ма? Тыңдаңдар, ешкімге айтпаңдар, жарай ма? Оның не, бұл 100 жылдық табыс қой. Чарльз, рас айтам. Мен де. Қазір салам, көресің. Тереңсің бе, Чарльз? Есіңнен адасың ба, Джейк? Үйіңе бар. Оны түсіруге болмайды. Мазағың ба, біз байып кетеміз. Досың болсаң өтінем, үйіңе барш. Білесің бе, Джейк, біз достарға онша ұқсамаймыз да. Достар бұрыштарда тығылып жүрмейді, және бір-бірінен осындай заттарды жасырмайды. Өзім де біліп ем. Саған тек бейне жазбаларың ғана керек. Ал саған тек сенің ақымақ қызың керек. Ол менің ақымақ қызым емес. Болды, жігіттер, кеттік. Қараш өзін. Қараш өзін. Мен кеттім. Бергел, Магнус. Әке, саған бір нәрсе айтуым керек. Бұл не? Білмеймін. Аутопсиядан кейін түсінемін. Оны тілеме? Ал тірі болса ше? Онда жай бақылайды. Бақылай ма? Ұзақ па? Білмеймін. Бірнеше күн, немесе апта, жағдайға қарап. Мысалы, мынау ағзаны зерттейтін болады. Бұл керемет үлгі. Сен не айтайын деп едің? Ештеңе. Маңызды емес. Сен не істеп жатырсың? Бұл әкемнің қапшығы ғой. Мен оның заттардан тиіспе дедім емес пе? Жарайды, айтқаның болсын. Ол жаққа барма. Жолдан былай тұр. Майк, өтінем. Өтінем? Ол жақта не бар? Тоқта. Сен не? Қызыңды осында алып келгенсің бе? Солай? Жоқ. Жарайды, көрсетем. Бірақ сенен өтініп сұрайым, ашуланбаш. Жарайды. Айтқаның болсын. Сенің құпияң осы ма? Сен ойыншықтармен ойнайтындай бала емессің ғой. Бұл не бәле тағы? Білмеймін. Қалайша білмейсің? Гуглдан қарамадың ба? Мұндайлар Гуглда жоқ, ақмақ. Мәссаған. Мен оны қалдырам, Майк. Есіңде ме? Біз әкеммен балық аулауға барып, жылан балық ұстаған едік қой. Оны үйге әкеліп ваннаға салғанбыз. Иә, анам қатты айғайлап еді. Иә. Ал мынау жылан балық емес. Бар сияқты. Иә, шынымен де бар сияқты. Иә, тартып жатыр. Тыныш. Тыныш. Тыныш.
Полковник Родериктің кеңсесін бола ма? Полковник Родериктің кеңсесі. Қайырлы таң. Бұл Аостан доктор Фред Тенси. Менің полковникпен кездескім келіп еді. Өтінем, күте тұрыңыз. Алло? Иә, доктор Тенси. Бұл Уилл. Есіңізде ме? Мен бүгін сендерді мектепке апарам. Бұл күнді бір отбасы сияқты бастайық. Сен бізді мектепке ешқашан апармайсың ғой. Бүгін барлық өзге. Бізді апам апарады. Не өзгеше? Жаяу бара саламыз. 2 минуттарың бар. Ерегіспеңдер. Жолшыбай таңғы ас ішеміз. Майк, оны қалдырып кетуге болмайды. Ал мен не істеймін? Білмеймін, әрдайым жолын табасың ғой. Мен көлікке кеттім. Сендер де менімен барасыңдар. Майк, Мен бір амалын табам. тек оны ашуландырма, жарай ма? Ол әрдайым ашуланады ғой. Майк, Жарайды. Жақсы. Таңғы ас жайлы бәлкім оның қажеті жоқ шығар. Бәлкім ерегісудің қажеті жоқ шығар. Кім ерегесіп жатыр? Мен бүгін керек емес деп жатырмын. Жоқ, Майк, керісінше бүгін баруымыз керек. Неге олай? Өмірдің жалғасып жатқанын түсіну керек. Қайтадан Фарадей ме? Кездесуге шақырып жатыр ма? Я шақырып жатыр, және мен барам. Бүгін, түсіндіңдер ме? Балалар, енді 2 жыл өтті ғой. 2 жыл әкемді ауыстыратындай көп уақыт емес. Мен әкеңді ауыстырғым келді. Оның орнын ешкім де баса алмайды. Бірақ мен де бақытты болуға лайықтым. Тек анау мектеп кезекшісін мен емес. Шық онда. Сен де шық. шектен шықтың, Майк. Оны ашуландырма дедім ғой. Үйге өз жануарыңа оралғың келді емес пе? Уайымдама. Татуласамыз әлі. Ана жақта. Сол жерден іздеңдер. Полковник. Қандай көмегің қажет, доктор? Алдымен мені қууды қойыңыз. Уилл Спенсер қайда? Өкінішті, доктор. Бірақ менің бұл жерде әскери оқуларым жүріп жатыр. Полковник. Тағы да. Бұл іс жай балықпен сасымайтын анық. Келгеніңізге рахмет, доктор. Уилл Спенсерден соғылған қоңырау. Доктор Тенсиден соғылған қоңырау. Оны аныңдар. Не білетін анықта? Магнус, бұл мен ғой. Оның не, балақай?
107-ші диспетчер. Тыңдап тұрмын 107-ші. Майк, Харгрейвс 10-70-ті тексеріп жүрмін. Түсіндім. Уайымдама. Бұл Фарадай ғой. Кеттік. Эбби! Магнус, бәрі жақсы, мен осындамын. Отыр. Барлығы жақсы, бұл мен. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Ол тым қауіпті болып кетті. Оны жаттықтыру керек. Мен әлі жаттықтырған жоқпын. Жетер, Джейк. Оның не екенін білмеймін, бірақ ол қауіпті. Оның орны осында. Мен оған керекпін. Қолыңа қарасаңшы. Әдейі істеген жоқ қой. Қойшы, рас па? Оны қашанға дейін тығып жүрмексің? Қазір. Дәке алып келейін. Қалайсың? Жақсы. Өткенде айтқаным үшін кешірші. Чарльз келгенде ештеңе етпейді. Әдейі айтпадым. Яғни, нені? Қызың дегені ме, әлде ақмақ дегені ме? Сен ақмақ емессің. Қысқасы, кешірші мені. Жарай ма? Майк, мұнда не істеп жүрсің, балам? Мен сенің балаң емеспін. Білесің бе, сен дұрыс айтасың. Сенің апаңа қоңырау шалайын. Не дейсің? Қане, кездесудің алдында көңілін көтер. Магнус, тыныш. Тыңда. Егер мен байқаусызда қажеті жоқ затты тапсам, жағдай өте қиын болып кетеді. Тыңдашы, Фарадай. Кішкене қалды. Тағы бір күртеше қалды. Ой, сәлеметсіз бе? Бәлкім түсіндірерсіңдер, неге мектепте жүрген жоқсыңдар? Әрине. Майк Дженниферге сыйлық дайындап жатыр. Ертең ол 40-қа толады. Ол үлгермей жатқандықтан мен көмегімді ұсындым. Ол басынан сонша нәрсе өткерді. Сондықтан Майк нағыз азамат. Келісесіз бе? Демек, оның туған күні де. 107-ші. Өрт хабарламасы. Түсіндім, бара жатырмын. Жараны жуып, мектепке бару тұсынам. Бұл екеуіңе де қатысты. О, жігіттер қараңдар. НЛО, өте жақын. Барып көрейік. Ой, Чарльз. Жоқ, жігіттер, шын айтып тұрмын. Мына тұрған жерде. Солай ма? Мәссаған, мынаны көрдіңдер ме? Дайынсыңдар ма? Бұған дайындала аласың ба? Оның не, мен дайын болып туылғам. Өтірік соқпа, сенің кіндігің салбырап тұр, жалаңаш айғайлап туылғансың. Кетшей бар. 27-ші партия. Сарбаздар, ешкімді кіргізбеңдер және шығармаңдар. Ешкімді, ештеңені. Тезірек, жігіттер. Маған бұл ұнамай. Көп екен ғой. Уайымдама, бұлар қараусыз қалған ғой. Олар не? Ары қарай түшкір. Макс. Қараңдар. Мәссаған, айттым ғой, олар шын дедім. Чарльз Олтман.
үндемей қаш. Бәріміз өлеміз ғой. Кәмпитті жақсы көрем. Макс, қимылдасаңшы. Не істеп жатырсың? Кет бұл жерден. Әкемнің заттарынан тиіспе. Мен оны тастап кетпейм. Ол менсіз құриды. Мен оны алып кетем, Майк. Алып кетесің бе? Қайда? Қайда тығып қоясың? Туннельге апарам. Туннельге? Не? Сосын бірге бейшараның күнін көресіңдер ме? Иә, керемет жоспар, Джейк. Барлығын жақсылап ойластырып қойыпсың. Мені бәрібір тоқтата алмайсың. Бұл құбыжық қауіпті. Өзің де көрдің ғой. Ол саған тап бергенде сені кім құтқарады? Ол маған тиіспейді. Ешқашан. Сен оның қожайыны емессің. Көзіңді аш. Мен оған керекпін. Оны мен жараттым. Оған өзім жауап берем. Мен оны ешқашан тастап кетпейм. Құрметті әке, туған күніңмен сенің кішкентай құбыжықтарың Майк пен Джейк. Баяндай бер. Айнала қоршалған. Стивенс пен Робертс балалар тауып алды, ал біз мұнан таптық. Бұл 100 жылдық табыс қой. Чарльз, рас айтам. Мен де қазір салам, көресің. Саған не болды? Джейк, оларды өздеріне қайтар. Сендерге не керек? Олар барлық жерде. Құбыжықта. Не деп тұрсың? Әскерилер оларды ұстап алғысы келді, бірақ оларды НЛО алып кетті. Мен сенің теорияңа сенімді емеспін. Барлығы дәл солай. Мен біреуін кәмпитпен өлтірдім. Қап! Джейк! Қап. Біз татуласуға келгенбіз. Алып кеткің келсе, қазір алып кет. Мен сенімен бірге барам. Біз онда кеттік. Магнус, отыр. Тағы табақтар келіп жүрмесін. Біз кеттік. Мен де бірге барам. Магнус. Қайда ол? Бұл не? Чарльз рас айтыпты. Оның не, балақай? Магнус, тыныш. Чарльз, сен рас айтыпсың. НЛО жайлы. Міне біреу отыр, көріп тұрсың ба? Білеріңде ме? Я, дәл осында. Джейк, кетіңдер ол жерден, тез арада. Не? Бұл дрондар, әскери дрондар. Джейк, қаштық. Джейк, тездет. Қап, Магнус, қайдасың?
Жарайсың, Магнус. Сигнал жойылды. Әбби? Ұлттық әшкерелеу блогы. Мәссаған. Тура жұлдыздар сияқты. Жарық қоңыздар. Олар да сол сияқты. Магнус, қара. Қорықпа, бұл жер қауіпсіз, балақай. Сені бұл жерден таба алмайды. Бұл жер қауіпсіз. Солай. Бәрі жақсы. Мен осындамын. Отыр, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы. Мен осындамын. Міне, ұста, бәрі жақсы болады. Тек шығып кетпе. Кеттік. Үйге бару керек. Нөмірде 4 бөлме бар. Әр қайсында біреу ұйықтаған. Ол жақты біреу жинай ма? Масқара. Сен мені қайтадан шақырғанда аздап таң қалдым. Рас па? Солай үміттеніп едім. Сен райынан қайтты ма деп ойлап ем. Майкты айтам. Оның не? Біздің қалада ұлдарға оңай емес. Я, 2 нұсқа ғана. Әскерге немесе бұзық болу. Кезінде өзімде сондай болғам. Тәттіге тапсырыс бересіздер ме? Маған тек кофе. Рахмет. Жарайды. Мен саған кішкентай тосын сый жасадым. Ертерек ұйықтағым келеді. Сондықтан туған күніңмен. Иә? Алын, рахмет. Иә. Бірақ бүгін менің туған күнім емес. Олар оны өлтіреді. Міне ол, ескі бекетте. Дайындалыңдар. Тиіспеңдер оған. Магнус, бұл мен. Мәссаған, бұны түсіру керек қой. Бұл Джейк пе? Мен осындамын. Джейк! Мен осындамын.
Апа, барлығы дұрыс. Отыр. Жат. Кешір. Мен осындамын. Баланы алып кетіңдер. Жойыңдар оны. Жоқ! Тиіспеңдер оған! Тиіспеңдер! Магнус, кешірші. Байлаңдар оны. Мен Эббиді апарамын. Жарайды. Чарльз, кейін сөйлесейік. Кетш дедім саған. Тыныш. Ол оянып жатыр. Шара қолдану керек. Мұздатып тастайық оны. Әке! Әке! Фарадей 107. Диспетчер. Тыңдап тұрмын. Адам ұрлау. Жалғастыра беріңіз. Көмек керек. Болмайды. 107. Карантин. Не? Коменданттық сағат. Кім бұйырды? Қорғаныс министрлігінің бұйрығы. Родерик. Таптың ба? 6-шы корпус. Минус 202-де 1. 30-да 2. Не болды? Майк, ақыры қолыңнан бір нәрсе келді. Сендерге айтып тұрмын, не болды? Қандай тәтті, Эмери ханым? Суретті қайдан алдың? Журналдан. Бұл базаға кіруге көмектесе ме? Базаға? Оған жақындау жайлы ойлаушы да болмаңдар. Апа, қолымыздан келеді. Ештеңе естігім келмейді. Уайымдамаңыз, Эмери ханым. Мен барлығын ойластырдым. Болып жатқанның бәрін тоқтамай көрсетіп тұрам. Міне қараңыз. Байланысты басады екен. Сондықтан өзіміздің Wi-Fi таратқышымызды жасап алдық. Балалар, бұл не ақмақтық. Соны айтам, тіпті тамақталмапты. Апа, тыңдаш, қолыңнан келгенше барлығына қоңырау шал. Чарльздің арнасын қарасын. Джейк, мен сені жібермеймін, ойыңа талма. Бәрі дұрыс па? Олар Фредті алып кетіпті. Не? Тым шектен шығып кетті. Мен оны алып кетуге Форт Брейвудқа барам. Бәріміз барамыз. Бәріміз барамыз. Балалар, сендер ешқайда бармайсыңдар. Сен өмір бойы әскерилер бізге бір нәрсе істеді деп жүрсің ғой. Әкеме бір нәрсе істеді дегенсің. Джейк, рұқсат бермеймін. Апа, айтуға мұрша берші. Олар менің досымды алып кетті. Ал енді Эббидің әкесін. Одан әріне. Бір нәрсе істейтін уақыт келді. Жарайды, балалар. Түсінем, көмектескілерің келеді. Түсінем. Бірақ рұқсат бере алмайым. Рұқсат дейсің бе? Форт Брейвудтың аумағында сен ешкім емессің. Қаласаң да, қаламасаң да сенмен барамыз. Алын. Алын, ол жаққа бармаш. Біреуге тапсырш. Ешкімге тапсыра алмайым. Родерик бүкіл полицияны карантинге отырғызыпты. Баруым керек. Уақыт өте аз. Балаларға қарап отыр. Қауіпті, заңсыз нәрсе ойластырдыңдар деп айтудың мәні бар ма? Ешқандай. Қауіп менің екінші атым. Қауіп емес, Фрэнсис. Отырыңдар. Мәссаған. Иә, шетелдік. Қайдан алдыңыз? Уақытша алдым. Уақытша?
Заң мен әділеттілік әрдайым бір жолмен жүрмейді, Майк. Таңертең көлікті тұраққа қайтып қоярмын. Тұраққа? Біреудің көлігін алып кетіпсіз ғой. Қатырдыңыз. Не дейміз енді? Қатал ортада өскен адамға да кейде үйрену қажет. Қатырдым ба? Ту, ештеңе көріп тұрған жоқпын. Камера әлі істемейді. Жоқ, данышпан, өлшемі тым үлкен. Ұста, жоғалтып алма. Қолымыздан келмесе ше? Уайымдама, бәрі жақсы болады. Чарльз, құжаттың үлгісін қайдан таптың? Ақпаратшымнан. Олай айтатындар әлі бар ма? Соны айтам. Кітапханадан шығар. Ақымақсың ба? Кітапханаға кім барады? VPN арқылы таптым. Қап. Жеткен жеріміз осы. Көлікте не бар? Биоматериал. Ашасыздар ма? Белгіні көрдің бе, досым? Сенің өмірің өзің білесің. Биологиялық қауіп белгісі. Жарайсың. Ол құжатқа сенген жоқ сияқты. Сабыр сақта. Сонымен апаңның туған күні Наурызда. 40 па? 38. Өтіп кеттік. Сигнал бар. Эбби, әкеңнің қайда екенін көріп тұрсың ба? Мұнда. Бұл анау жер. Ешкім тамақ алған жоқ па? Қайдағы тамақ? Дилан, эфирдеміз бе? Қосып жатырмын. Болды, эфирдеміз. Міне Чарльз, міне көлік, ал мынау Макс. Міне ол. Оны осында ұстап отыр. Қалай, қараңдар, қарным қалай ашып кеткенін. Тағы не болды? Ақымақ, бәрін құртып тастадың. Антенна ажырап кетті. Ал, Чарльз диверсия жасайды, ал біз мангусты табамыз. Майк, Макс, менімен жүріңдер. Эбби, Фарадаймен әкеңді іздеуге бар. Бұл Чарльз Олтман. Форт Брайфуттан тікелей эфирге шығып тұрмын. Чарльз, Кешіріңдер. Қазір 11-ден 12 кетті. 20 кеткенде кетеміз. Іске сәт. бәрі жақсы ма? Иә, сенде ше? Іске сәт. Саған да. Эй, Ромео! Кеттік. Бәрі дұрыс па? Барлық арналар істеп тұр. Тоқта. Мені тауып алса ше? Онда сен ай кезбе едім деп айт. $1 бересің. Енді не істейм? Қарным ашып кетті. Сәлем, бұл жерден алып динозаврды көрген жоқсыңдар ма? Тоқта! Жарайсың. Кеттік. Осында. Полковник Даглас Родерик. Джейк, абай бол. Өзі кішкентай екен. Қайтадан өзгеріп жатыр. Балақай, бұл мен ғой.
Чарльз, қайдасың? Бұл Чарльз Олдман. Форт Брайтвудтағы әскери базадан тікелей эфирдемін. Бұл эфир ең үлкен әшкерелеуге арналған. Қорықпа, мен осындамын. Осындамын. Джейк, жылжу керек. Қане балақай, кету керек. Тұр. Магнус, тұр. Кету керек. Тұр. Тұрмайды ол. Тұр. Магнус, тұр дедім ғой. Джейк, қой шоны. Кету керек. Тұр. Эктоплазмаға ұқсайды ғой. Эктоплазма. Тоқтаңдар. Тоқта. Эктотермия. Ол мұздап қалған. Оны жылыту керек. Шамдарды әкеліңдер. Әке. Ол осында болуы керек. Уайымдама. Оны тауып аламыз. Енді қайдан іздейміз? Қап, тезет, Чарльз. Бұл не тағы? Қарқсатсын. Ақымақ антенна. Болды, кеттік. Жоқ, тоқта. Ол жылынып жатыр. Қане, тұра ғой. Джейк, біздің уақытымыз аз. Мен сызба таптым. Ғимараттың сызбасын. Түрме корпусы бар ма? Асхана, байланыс орталығы, тергеу бөлмелері. Бар. Аса құпия мәлімет. Ымырт операциясы. Бұл не? Айғақ. Ботаник, бұл мен. Байланыс үзіліп кетті. Мені олай атама. Қазір. Антенна қайтадан үзіліп кетті. Сен барлығын тексеріп едің ғой. Тыңдаш, мен чипсидің құтысымен скотчтан жабық желі жасадым. Не деп тұрсың? Болды, кету керек. Болды, кету керек. Біз оны тастап кетпейміз. Уақыт бітті, кеттік. Макс. Макс, Мен осындамын. мазақтарың ба? Не, қарным ашты ғой. Жейсің бе? Фасоль бар, чили, төс ет те бар. Макс, жарайсың. ЕРП, арнайы тамақ. Қолыңнан келгенше ала бер. Бәлкім пиццаға тапсырыс береміз. Естерің дұрыс па? Олар өздері жылынады. Біз оны солай жылытамыз. Чили. Макс, доғар. Бізге тамақтың қажеті жоқ. Кейін тамақтанбаймыз ба? Әке, бұл мен, Эбби. Эбби, сен қайдан келдің? Доктор Тенси, жүре аласыз ба? Иә, солай шығар. Тұрамыз. Иә. Хап. Қиындыққа тап болдыңдар, балалар. Бұзып кіру, әскери мүлікті құрту. Ол мүлік емес. Ол Менікі. Оны мен жасадым. сенікі ме? Оны өлтіруге жол бермеймін. Оны өлтірмеймін. Әзірше.
Балалар қайда? Қайда олар? Чарльз, қайдасың? Мәссағам, бізді 230 мың адам қарап отыр. Арнаңды айтып шаршаттың ғой. 6-шы корпусты көрсет. Қане, оны қалай істегеніңді маған айтып берші. Оған ештеңе айтпа. Тиіспе оған. Оны қалай істегеніңді айт. Есімде жоқ. Солай ма? Аш. Жоқ. Қалай істегеніңді айт. Жауап сенің басыңда жатыр. Қалай болса да, мен оны біліп аламын. Тұтқындаңдар. Жоқ, тоқтаңдар. Есіме түсті. Магний, сутегі, натрий бикарбонаты. Қане жігітім, тағы бар ғой. Протеин коктейлі. Мен протеин төгіп алдым. Протеин коктейлі? Біз 2 жыл шұқылап жүрсек, тұрақтандырғыш протеин коктейлі болып шықты ма? Кәдімгі энзим. Қалағанымызды біліп алдық. Жойыңдар. Жоқ! Мәссаған, көрдіңдер ме? Бізді 900 мың адам көріп отыр. Бергел, балақай! Олар базадан шығып кете алмайды. Артынан жүр. Бұл жерден өте алмаймыз. Көзің құрт. Тездет, Магнус! Жылдам, жылдам! Майки? Досым, қайдан жүрсің? Қане? Азаматтық аумақ құралайық. Магнус, бергел! Мұнда кел, балақай! Маған кел! Қане, тездет! Джейк, тездет! Оның не, балақай? Бергел, мен мұндамын! Қане, Джейк! Кету керек. Маған кел, Магнус, мен осындамын. Магнус, кеттік. Кет. Бар. Полковник Родерик, сіз адам ұрлаумен қылмыстық келісім үшін тұтқындаласыз. Сіздің құқығыңызда... Бұл сіздің құзыретіңізде емес. Одан да араласпай қойыңыз. Әйтпесе сіздің сөзіңіз үкіметке қарсы болады. Қателесесіз. Сіздің сөзіңіз үкіметке қарсы болып тұр. Мені айыптағыларыңыз келе ме? Тырысып көріңіздер. Мен бұл жерді құтқарып жүрмін. Сендер жылы кішкентай төсекте ұйықтап жатқанда, мен сендерді құбжықтардан құтқарам. Нағыз құбжықтардан. Сендер үйреніп кеткен бостандықты жеп қоятын. Нағыз құбыжық сізсіз. Қала тұрғындарына қауіп төндірдіңіз. Мен бе? Мүмкін. Бостандықтың әрдайым құны болады. Сендер ауыз отырған есектер түсінбейтін құны. Соғыс сандар ойыны. Әлемде сандар ойыны бар. 100-ін жоғалтып, миллионын құтқарасың. 126, ессалаң. 2 жыл ішінде 126 адам өлді. Тек қана қате бұйрықтардың кесірінен. Бәлкім 126 адам өлтірген шығармын. Қап,
керек болса тағы соншасын өлтірем. Айттым ғой, сендердің сөздерің үкіметке қарсы, ал бұл жердің үкіметі мен. Тапқан екенсің, ақмақ. Сенің сөзің арнаны көріп отырған 5,5 миллионға қарсы. Біткен жерің осы. Экрандарыңызда біріккен әскери базаны көріп тұрсыздар. Бұл жерде полковник Даглас Родерик биологиялық қару жасаумен лаңкестік әрекетке дайындалған деген айыппен тұтқындалды. Полицияның айтуынша жергілікті балалар бұл тартпас айғақ тапқан. Ол тергеу кезінде қолданылатын болады. Басқа жаңалықтарға көшетін болсақ, Брейтвуд қаласының тұрғындары құбыжықтарды көрдік деген мәлімдеме жасады. Жоқ, енді бұл балық емес. Шын айтам. Мен не айтқанымды жақсы білем. Масқара. Не? Жоқ. Майк? Иә? Иә, уақыты келді. Талай нәрсе өткөрдік. Арнайы костюмдер неше түрлі. Бірақ оны қоя салайық. Мәссаған, қара. $5200. Күшті ғой. Біз баймыз. Джейк, Эбби келді. Келе жатырмын. Чарльз, мен кеттім. Кездесеміз ғой. Әрине, орманға кеттік. Эббиді шақыр. Жарайды. Магнус, бұл сен бе? Отыр. Мәссаған! Фильмнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. I was hiding in the dark, but the light came from within. It's like a lightning bolt had struck me in my life. Could finally begin. I'm a hurricane now, and I'm never giving in. I took a leap of faith, and I'm glad I did, 'cause I found what was within. I never knew there was a hero inside of me. The courage I always heard is now louder than the fear.